Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын, үлкендердің де кішілердің де сүйікті тәттілерінің бірі сочниктер жасайтын боламыз. Шаймен ішкенде өте керемет. Видеоның соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Каналыма жазылмасаңыздар, жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза шұңғыр ыдысымызды және венчигімізді дайындап аламыз. Енді ыдысымызға қаймағымызды саламыз. Менде 20% қаймақ. Ары қарай үстіне қантты және де шым-шым тұзымызды салып, қантымыз бен қаймақ бір-біріне біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Мына осындай сұйық масса шығады. Енді осы массаның үстіне бір жұмыртқамызды салып, тағы да біріккенше араластырып жібереміз. Мына араласты. Енді осы массаның үстіне бөлме температурасында тұрған сармайымыз саламыз. Егер де сармайларыңыз қатты болса, алдын ала 2-3 сағат бұрын шығарып қойыңыздар. Мына бізде сұйық массамыз дайын болды. Енді осы массаның үстіне мен алдын ала ұнды електен өткізіп алдым. Үстіне ас содасын салып, екеуін кішкене араластырып жүремін. Ұн мен ас содамыз бір-біріне біріккенше. Ары қарай сұйық массаның үстіне ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Кішкене ғана ұнды қалдырдым. Егер де қамырларыңыз жабысқақ болса, тағы да сол ұнды қосып жіберетін боламыз. Мұны ең алдымен лопатаның көмегімен осылай бір-біріне біріктіріп аламыз қамырларымызды. Ары қарай лопата керек емес, қолымыздың көмегімен қамырымыздың бәрін біріктіріп, жұмсақ біркелкі қамыр илеп алатын боламыз. Әр жақта ұнның құрамы әртүрлі болғандықтан сіздерге 1-2 қасық артық ұн керек болуы мүмкін. Егер де қамырларыңыз жабысқақ болса, 1-2 қасық ұндарыңызды қосып жіберетін боласыздар. Мұны менде осындай жұмсақ қамыр шықты. Осы қамырдың осындай салафанымызға салып 10 минут көлемінде тоңазытқышқа қойып қоятын боламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Мұны осы заттар керек болады. Маған мұнда бір жұмыртқаның ақ уызы керек салмасына, сары уызын бетіне жаққанға қалдырып қоямыз. Енді ыдысымызға сүзбемізді салып, осындай шанышқының көмегімен жақсылап осылай езіп жібереміз. Енді қантымызды және де жұмыртқаның ақ уызын қосып, қасықтың немесе осындай силиконды лопатаның көмегімен барлығын бір-біріне біріктіретін боламыз. Енді осының үстіне 1 ас қасық қаймағымызды салып, тағы да бір-біріне жақсылап араластырып біріктіреміз. Енді 1 ас қасық ұн салатын боламыз. Ұн бізде творогымызды бір қалыпты формада ұстап тұру үшін қосатын боламыз. Мұны менде салма дайын болды. Енді салмамызды шетке қойып қоямыз. Енді мұнда қамырымыз осылай 10 минут көлемінде тоңазытқышта тұрды. Салмамызды жасап болғанша. Енді қамырды өзімізге керек бөлшектерге бөліп аламыз. Мен мұнда 3 бөлікке бөлдім. Мұны көріп тұрғандарыңыздай қамыр жұмыс жасауға өте ыңғайлы қамыр. Енді мұнда қамырымыз кішкене ғана жабысқақ болуы мүмкін. Сондықтан да қамырдың астына кішкене ғана ұнымызды сеуіп жіберіп, оқтаудың көмегімен қалыңдығы 1 см болғанша жайып алатын боламыз. Мұны осындай болу керек. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес. Енді өзімізге керек көлемде осылай дөңгелектерге бөліп алатын боламыз. Егер сіздерге үлкендеу керек болса, кесенің көмегімен де осындай дөңгелекшелер жасап алсаңыздар болады.
Мұны енді дайын қамырымыздың шетіне ғана осындай салмамызды салып, екінші бетін осылай бір-біріне жабатын боламыз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай жасалынады. Мұнымен барлық сочниктерімді осындай барлығын жасап алып, табаға орналастырдым. Сочниктердің астына міндетті түрде жабыспайтын қағаз төсеңіздер. Енді жұмыртқаның сарыуызын барлығына біркелкі қылып жағып алдым. Енді бұл тәттілерді алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пеште 25 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Мұны қараңыздаршы, бар жоқ 25 минут көлемінің ішінде менде осындай тәбетті ашатын өте әдемі сочниктер пісіп шықты. Сочниктерді дәл осындай күйінде қалдырсаңыздар болады, немесе мен сияқты бетіне қант ұнтағын сеуіп шықсаңыздар да болады. Сондықтан ол өз қалауларыңызда. Оны кез келген мерекелік дастарханға жасап ұсынсаңыздар болады, немесе күнделікті шайға жасап жесеңіздер де болады. Бұл тәттілерді үлкендер де, кішілер де өте сүйсініп жейді. Оны қараңыздаршы, ортасы өте нәзік болып пісіп шығады. Достар, менің каналыма қолдау ретінде каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.